Сәлеметсіз ба, Қуаныш мырза, қалыңыз қалай, жағдайыңыз? Тіркеліп ап жоқ болып кетті деп жатсыз ба, жоғалтып алдыңыздар ма? Сол менде жұмысым тоқтап қалып еді, ақшам ыңғай болмай жатыр, заказ салуға. Енді ол көп адамдар да ол сенбейді, тіркелмейді да ғой, сол адамдар табылмай жатыр. Сонымен не істерімді білмей отырмын. Қызығып отырмын, жетістіктерді қарап қоямын. Ешқандай адам қызығып нетіп жатқан жоқ. Сол заказ алғанға да өзім денсаулығыма байланысты заказ алайын десем де ақшам ыңғай болмай жатыр. Сонымен отырмын қызығып. Енді жұмысқа тұру керек, жұмысқа тұрғаннан кейін айлық дегенде ақша болғанда заказ алмасам. Пока көріп тыңдап отырмын. Сәлеметсіз Динархан. Иә, ойлап отырмын енді. Сол ыңғайы болмай жатқан шығар деп ойлап отырмын ғой. Біліп отырмын. Жарайды, ештеңе етпейді. Сіз ең бастысы былай істеңізші. Мына бизнесте бар ғой, ақшасыз бастауға болады. Просто ана статусқа фото, видеоларды қоя беріңіз атомейден. Қоя беріңіз. Ол 24 сағат жұмыс істейді ғой. Жаңағы статус. Күнде қоя беріңіз. Ол 24 сағат біте ме, қайтардан қойыңыз. Адамдар сіздің окружениеңіз қарай береді. Олар жарты жыл қарауы мүмкін. Содан кейін как заказ басталады, қалай кісілер келе бастайды, өзіңіз білмей қаласыз. Просто соны айта беріңіз. Ешкімге айтпасаңыз да, просто статусқа қоя беріңіз. Сол сұрақтар появляться етеді. Бұл немене, лохотрон дейді, қойшы, немен айналысып жатсың и так далее, сондай сөздер көп болады. Но арасынан осыны іздеген адамдар болады, табылады арасынан. Көрдіңіз бе, қазір көбі біледі атомийді, естіп жатыр. Химахимді қойыңыз, результаттарды қойыңыз. Самый главный, сол бесплатный ғой, оған ақша керегі жоқ. Вот ақша керегі жоқ, соны қоя беріңіз. И бір күні көресіз өзіңіз. Заказдар басталады. Мынау немене, мынаны алам, тіркелем и так далее. Сол кезде ақша табылады. Жақсы ма? Бісміллә деп сол статустан бастаңыз. Ол статус сізден ақша сұрамайды, бәрібір WhatsApp-пен қолданып жатсыз. Қоя беріңіз. Зато шанс бар да бір, шанс бар. Мынандай қара жұмыстан, осындай жоқшылықтан бір құтылам деген үміт болады да, мүмкіндік та бұл. Сондықтан ешқандай тәуекел де емес мынау, былай қарасаң. Бір кісілер мысалы бизнес жасаймын деп үлкен ақша салып, үлкен ақшамен бір бизнес бастайды, мысалы кредит алып бастайды. Бұл атомия ондай емес қой. Бұнда не жоқ? Жаңағыдай, қалай айтсам, ондай ақша салып керегі жоқ. Ақшасыз бастауға болады бизнес. Статуспен бастай беріңізші. Сосын өзіңіз көресіз. Тіпті бір айдан кейін шығуы мүмкін кісілер, 2 айдан кейін шығуы мүмкін. Бір адам, 2 адам құрдан құр жай қарап отырғаннан гөрі бірді іс әрекет қылу керек та. Іс әрекет жасайсақ, берекет Алладан болады. Өзіңіз білмей қаласыз қайдан келген кісілер. 1-2 адам, 3 адам келіп қалса, соның өзі сізді алып кетуі мүмкін да. Сондықтан бісміллә деп бастаңыз. Қазір қойыңызшы, қазір біраздан кейін қараймын статусыңызды. Сосын статусты қалай неше кісі қарағанын білесіз бе? Вот соны нетіңіз. Контролировать давайте. Көрейік, қойыңыз сосын қараймын сіздікі. Мен де сіз сияқты қарапайым кісімін. Осындай қара жұмыста істеп, үйтіп шыққанмын. Сол сияқты давайте. Мен де сіз сияқты қарапайым кісімін. Осындай қара жұмыста істеп, үйтіп шыққанмын. Сол сияқты давайте. Жарайды, Қуаныш мырза, қойып көрейін. Ана да 1-2 рет қойдым. Одан да телефоныма единица несі болмай қалды да. Жарайды, бісміллә деп бастайын енді.